әлемге тәуелденгенім сонша, жалғыз қалудан қорқам ойыммен. Түскеннен соң қиялым тұйыққа жол салды, тұрмасып ықыластың қырларына ұсталдың бойымды жібек. Түскеннен соң қиялым тұйыққа жол салды, тұрмасып ықыластың қырларына ұсталдың демалды жібек. Бір сәтен биікте самғағандай, кешке таман жоғалған сәбимін. Бір сәтен биікте самғағандай. Кешке таман жоғалған сәбимін. Түскеннен соң қиялым тұйыққа жол салды, тұрмасып ықыластың қырларына ұсталдың бойымды жібек. Түскеннен соң қиялым тұйыққа жол салды, тұрмасып ықыластың қырларына ұсталдың демалды жібек. Қайырлы кеш, Ақтөбе! Бүгінгі мереке алғыс айту күні құтты болсын. Баршаңызға алғысым шексіз. Баршаңызға сәттілік. Ендеше құрметті көрермендер, маленькая емес сұлулық байқауына қош келдіңіздер. Көктемнің шуақты күнінде қазіргі таңда дәстүрге айналған ең әдемі, ең әуезді маленькая емес байқауын міне бастап та кеттік. Олай болса, көпшілікке өзімізді де таныстырмаймыз ба? Менің атым Асқар Амина, маленькая емес Ақтөбе 2019 жылғы жеңімпазымын. Әрқашан жеңімпаз болғаныма мақтан тұтамын. Менің есімім Болат Онырай Шапағат қызы. Мен 2020 жылы дәл осы маленькая емес байқауын топ жардым. Сол кездегі қуанышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес қой. Менің есімім Нұрлыбек қызы Ұрыскүл. Мен 2022 жылы маленькая мисс атанып, отбасымды қуанттым. Сұлулық әлемді құтқарады. Мен қандай бақыттымын, барлығы маленькая мисс атағын иеленген. Олай болса, біздің кішкентай ханшайымдарымызға тағы да бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Құрметті көрермен, бүгін біздің байқауымыз 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең таныстыру, екінші кезең өз өнері, үшінші кезең дефиле. Олай болса, бүгінгі байқауымызға қазылық етіп әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қужанова Раушан Сейлхан қызы, Қазақ ювелир коллекциясының Ақтөбе қаласы бойынша директоры. Құрметті көрермендер, айта кететін бір жайт, бүгінгі байқауымыздың бас жүлде иегері осы Қазақ ювелирдің 200 000 теңге ақшалай сыйақысын иеленеді. Қол соғып қойыңыздар. Мұратова Мадина Сейтжан қызы, Мегастарс би ансамблінің басшысы, Миссис Ақтөбе 2016. Және ортамызда қаламызға танымал Қанат Аман, продюсер, режиссер.
Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, құрмет орденінің иесі, сахна шебері, актриса Майгүл Мұзбаева. Миссис Ақтөбе 2022 Ерғалиева Аятай. Миссис Қазақстан байқауының финалисті Едіге Орынкүл. Және де қаламыздағы ең сұлу әйел Еділова Динара, ел жанашыры. Қазақстанның 30 ең жүздік әйелдер кітабына енген. Қол соғып, қошеметтеп қойыңыздар. Бүгін бізде 34 қатысушы, қаламызға жан-жақтан құрметті қонақтар келуіне байланысты Жанерке есімді қатысушымыз үлгермей жатыр. Қазылар алқасы ескеріп қоярсыздар. Олай болса, көрерменді көп күттірмей бастаймыз ба? Бастаймыз! Кеттік. Ең бірінші кезеңіміз біздің таныстыру. Қатысушыларымызды қарсы алыңыздар. Олай болса, номері бірінші қатысушымыз Тұрсын Жансая. Қарсы алыңыздар. Асыл елім алтын бақ, мен Ақтөбеге кеп тұрмын, Жансая болып жарқырап, жасым іштей көктеді. Армандарым көп менің, білім берді тілімді, номер 10-ші мектебім, жақсыладың ізімін, таусылмайды қызығым, бәрі сылтау оқимын, мен сандуғаш қызымын, биіктердің сәнімін, Қашайын болып әлімен. Құрметті көрермендері, келесі қатысушымыз Әбдірахман Іңкәр. Байқауға мен Зидайын бекем келдім. Қатысып, бақ сынауға икемделдім. Вай, сәлемдесіп алайын мен алдымен. Себебі текті елді мекендедім. Көрмесін теп қаяуды мұнды мүлдем. Қайталап жүрсінші деп күнді білген. Іңкәр деп есімімді қойған менің. Болмасын деп сәттері түңіренген. Жаңғыштан тарадым жетідемін. Көп кішкентай әрине көрінем мен. Анам және 4 ағам бар жанымда. Отбасының бөлек қой жөні мүлдем. Мұхтар Арын мектебінде білім алам. Алып жүрмін бағаны үздігінен. Фортепиано, поэзия, вокал мен би. Мен кішкентай аруман сынды білген. Жеңімпаз болу керек кішкентай қыз, сөйлеп тұрған алдында сынғырын мен. Көп рахмет. Келесі 3-ші номерлі қатысушымыз Мұрат Аида. Армасыздар елі, сәлем бердім жалындаған ардақты асыл елім. Арулардың сөзіне құлшыныспен өнерімді күштіге менде келдім. Таныстырсам өзімді, атымын Аида, Мұрат қызы боламын, жасымның 6-да, Алтын Ая мектебім 21-ші гимназия. Алғыс айту күнімен құттықтаймын сіздері, жатқан ғаман алғыс, аман еткен біздерді. Көп рахмет. Келесі номерлі қатысушымыз Қонақбай Әсем. Азмысыздар қалайық, амандасы балайық. Менің атым Әсем, мақтануға лайық. Зуын қоңыр кетсе, ішіндегі дүкесі. Қонақбай атамның болам немересі. Мисс Ақтөбе байқауына келіп тұрған ата-анамның бір тал гүлі мен болам.
Келесі 5-ші номерлі қатысушымыз Жолмұхаметова Аниза. Hiya, Bobby. You want to go for a ride? Jump in. Я Аниза лучше всех. Ждет меня большой успех. Я красивая и стройна, обаятельно умна, по характеру скромна, энергично, весела. Все, что хочешь, я могу, вам я это докажу. Цели своей я добьюсь непременно. Мисс Актюбе я стану мгновенно. 6-шы номерлі қатысушымыз Тілеуқабылова Байсулу. Аяулы халқым армысың, Ақтөбе қалам бармысың? Әлия жем туған жер, сәлем бердім иелеп, ақ батанды маған бер. Тілеуқабыл немересі Байсулу, жағал байлы, байлыру. Ата-анам жетелеп, тәрбие берді мәпелеп, көркем гимнастикаға иелдім, ағылшын тілін үйрендім, бірлят модель мектебін, оны да жақсы игердім. Номер 8-ші мектептің 2-ші сыныбында оқимын, мұғалімнің айтқанын мұқиятпен тоқимын. Байсулудай қыздарын сәтті келді жанатын, кішкентай ханым атандар мәңгі есте қалатын. Көп рахмет. Келесі 7-ші номерлі қатысушымыз Қуанғалиева Қазына. Біздің ханшайымдарымызға қошеметтеріңіз, достар. Мен қазақтың қызымын, Қазына деген, әжемнің қойған аты тенеп байлықпенен. Сайысқа бақ сынап келіп тұрмын, сәлем десіп алайын баршаңызбен. Ата-анамның еркесімін қаумалаған, ойыма сенімділік арқалаған. Әкем Мұрат, анам Айнұрдың қызымын, кіші жүзде боламын байлы алашадан. Әділ қызы бағаларыңызды беріңіздер, жақсылыққа ұмтылып сеніңіздер. Қазынандай қыздарыңыздың алдында бойындағы өнерін көріңіздер. Келесі 8-ші номерлі қатысушымыз Жанболат Делназ. Сәлем бердім ізетпен баршаңызға ағайын, таныстырыңызымды тегімнен сөз қозғайым. Жанболат деге өз аттам, әркез мені қолдаған, Гүлжамалдай ақ әжем мәпіле мені қорғаған. Айбектей жан әкем, аяла мені өсірген, аялы анам айымдай, жан жауандай мендерем. Кенігер руынан тараған, жапырағы жай қалған. Айбек қызын Диназбен бойна өнер данылам. Сіңіліме, ініме, үніме қанқор боламын. Жақсы оқып сабақты озат оқышы боламын. Көп рахмет. 9-ші номерлі қатысушымыз Самат Аружан. Мен Самат Асқар қызы Аружанмын, ұстаз көріп біліммен қаруандым. Отаным Қазақстан Ақтөбелік, өнердің сара жолын салудамын. Ана тілін қалқымен қиям дедім, салт дәстүрін жанында шемденем. Әділ қаза алқасын таңдандырып, ең жоғарғы орынды иемденем. Көп рахмет. 10-ші номерлі қатысушымыз Амангелдин Әсем.
көрер көзге көсемін, сөйлер сөзге шешемін, есімімді сұрасаң, Ринат қызы әсемін, суретте де саламын, билеуге де барамын, 8 қырлы, 1 сырлы, 8-дегі баламын, жақсылыққа бет бұрдым, жамандыққа шет қылдым, Ақтөбенің аруы болу үшін келіп тұрмын. 11 номерлі қатысушымыз Әлімжан Айдай. Армысың аяулы Ақтөбем, қайырлы кеш, әдемілікке жаны құштар, намысты биік ұстар, жанкерлер мен әділ қазылар. Мен 8 жасар Әлімжан Айдай, сұлулық падишасы, Нұрсұлу Тапалов апамыздың туған жері, Киелі Көкжар елінен жалынды сәлемін ала келдім. Ата-анамның үкілеген қызымын, 3 ағамның соңына ерген ізімін. Өн бойыма өнерді де білімді де сіңірген дара туған қазағымның бірімін. Кішкентайдан сұлулыққа құштармын, озық шығып талай-талай сайыстарда ұтқанмын. Еркін өсіп ерекше боп келемін, бүгінгісін сайыста да жеңемін. Қарсыласқа тілеп тұрып сәттілік, баршаңызға иіліп сәлем беремін. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Келесі 12 номерлі қатысушымыз Күнтуған Шапағат. Қызды құт деп таныған дана халқым, қазақ қызы сақтаған ата салтын. Бақ сынап, шықтым бүгін алдыңызға, Ақтөбенің аруы Шапағатпын. Марғұландай ғалым ата мектебін, 3 жыл білім алып көктедін. 8 жасар бүлдіршін қыз болсам да, арманым ме, мақсаттарым көп менің. Бар бойымда білімім мен өнерім, қатарымның алды болып келемін. Мен Ақтөбе топ жарамын бұйырса, бақ сынадым, таланымнан көремін. Көп рахмет. 13 номерлі қатысушымыз Қолғанатова Әдемі. Армысың өнер сүйер дана халқым, әйгілі күл әлемге атақтанған қазақтың әдемісі шықты міне, алдына ұстанатын ата салтын. Кіші жүз табын руым асқалары, ата әжем немерем деп арқалады. Өзімнен ерген іні сіңілерім, өзімнен әргез мақтанады. Шуаға арайланған әр күннің әкемнің жағадағы құндызымын. Тұңғышы тұнығының ақ сүтінің анамның еркелеген жылдызымын. 14 номерлі қатысушымыз Данияр қызы Айзере. Сәлем берем, сәлем беру салтымыз, сәлем менесіз бастаған халқымыз. Аман есен жүрмесіздер жалпыңыз, армысыздар ағайын жұрт халқымыз. Мен өзімді таныстырып кетейін, Даниярдың қызы болам құлпырған. Әкетайым, аман жүрші әрқашан. Атым менім Айзере, әжем қойған. Жасым менім 9-ға таяп қалған. Сасырнайда ойнаймын, бұл қыстай сайраймын. Паш етуге кеп қалдым, кішкентаймыз Ақтөбе болуға да лайықпын. Көп рахмет. Келесі номер 15 қатысушымыз Нажмадинова Ясмина. Сұлулық атты сайыста бағымды менде сынайын, есімім менім Ясмина, дәстүрдің жетім шырайын. Асқар тауым әкешім, отбасының тірегі, асыл анам ардақты, ұрпақ деп соққан жүрегі. Арайлап атқан әрбірден елме бақыт сыйласын. Сайысқа шықтым сенімен, өнеге бойға жиған соң. Жанкүйер берген қошемет, шабыттың жақты алауын. Үмітті ақтап сайыста, көтерем жеңіс жалауын. Көп рахмет. Келесі кезекте номер 16 қатысушымыз Қуанарова Әдемай. Көрермен оңғарылса тілім хақтан, жұртыма жүрісінім тыңырғақтан. 50-ші мектеп сәлемін ала келдім, қабыл алағайын жұрт күлім қаққан. Көңілі көктемінде кең даланың, сенімі қорғағандай ел қамалын. Рум адай Батырханның қызымын,
Қонарова Димай мен боламын. Әкем мен анам жолы маған үлгі. Үнемі бағып жүрет қабағымды. Бір жаста сөйлеп кеттім, тілім шығып, 8 айда басыппын қадамымды. Мен бүгін би билеймін, ән салам, жақсылыққа жаршымын деп жар саламын. Бұйырған маған жүлде болса егер, қуанышпен қол соғып қар саламын. Көп рахмет. Келесі 17-ші номерлі қатысушымыз Байтілеу Зере. Армысыздар көрермен, қуанышқа бөленген бойымдағы өнерді паш етуге келем мен. Әділ қазы армысыз, қолдаушылар бармысыз, ханшайым болып келіп қалдым, өнеріме тамысыз. Бар өнерімді төгемін, жеңісіме сенемін, тегім менің Байтілеу Жамалат қызы Зеремін. Айтамыз ба? Өнер десе ерекше, жанарларым жанадай, мың бұрала билеймін, биші апа Сарадай. Спортқа да қамықпай, қатысамын, қамықпай. Көп рахмет. Келесі кезекте 18-ші номерлі қатысушымыз Нұржанова Медина. Я Нуржанова Медина, мне 10 лет, хочу я победить, красивее и всех умнее быть. Хочу я восхищение вызывать, всегда, везде и всюду успевать. Люблю я участвовать в конкурсах разных, быть лучших из лучших, призы получать. Но вот и сегодня я тут не напрасно, я очень хочу, миссом к тебе стать. Көп рахмет. Келесі кезекте Бесен Ягмур. Өзгешелеу болып тұр әлем деген, бүгін оны тағы да дәлер көрем. Келіп қалдым кішкентай ханшайым боп, баршаңызға еліп сәлем берем. Сұлулықтың сезілді жана лебі, еркелігім көңілдің қалау еді, өзгелерден ерекше көрінетін Ямур деген есімім бар әдемі. Жақсылардың кешегі ізімін мен, қылығымен көрсетем қызығынен, туғанымнан тәрбие тәлім көрдім, тым әдемі Тимурдың қызымын мен. Көріп тұрмын қолдаған көпті бүгін, арайтанда бір күліп төкті нұрын, жағалы байы руынан шыққан қызбын, сақтап жүрген жоғалтпай тектілігін. Мына сайыс емес қой ең ұлысын, оң жақтағы қолпаштар менің қосым, әділ баға қазылар берер бүгін, бол сайысқа мен келдім жеңу үшін. Келесі кезекте 20-ші номерлі қатысушымыз Гениатова Айлана. Мәпелеген сырлағымыз, өнермен білімге бет бұрғанымыз, 60-шы мектептің оқушысы Сағдат қызы Айлана қыздарыңыз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, залда тыныштық сақтасақ, өнерпаздарымыздың өнерін қазылар алқасына ескерту жасайын деп тұрмын. Сіздерге тағы да әрі қарай келесі қатысушымыз номері 21-ші Айтуғанова Еркеназ. Әділ қазы алқасы, армысыздар, сәлем бердім бәріне, қалайсыздар? Біздерге әділ баға беретұғын, әділеттен жаралған жанбысыздар. Тектіліктен жаралған қазағымның, ерекше дара туған қыздарыңмын. Шуақ шышқан көктемнің шуағындай, Еркеназ атты кішкентай қыздарымын. Келесі кезекте номері 23-ші қатысушымыз Нұрболат Айша. Көктем гүлін тілейін, бағынды сынап көрейім. Дала түскен тартыста бүлкілдесін көмейім. Осы тұрған көрермен еліп сәлем берейім. Тәрбие алды өнегелі анадан, жаным сұлу жамандықта қаламан. Үнкенімін атта анамның сүйікті мәпелген қызыл гүлге балған. Қолыне сүйікті жан қалауым, қолшықшы осы тұрған баша қауым. Нұрболат Айшамын, 9 жастамын.
хоббим би білім, сөзбен ән саламын, ақ тілікпен қарсы аламын танымды, жақсылықта көп болсыншы жағымды, сұлу қыздар жинаған бұл сайыста, мен де сынап көрмекшімін бағынды, қолымды соқ қолдау тілмені де, күліміна пақылын жан ізгі. Келесі кезекте 24-ші номерлі қатысушымыз Жабаева Жания. Аман болсын әлемде сәбияна. Тәп-тәтті ару қызбын жанияға. Қошеметпен деше қарсы алыңдар, сұлулардың сұлуы жанияға. Ұғып алар бар менің қасиетім, әжемнің тыңдап өстім өсиетін. Ата-анамды үйретер бар білгенін, ұстазым өздерің ғой басы етін. Тау байқалып тұрады талабымнан, қайсарлықта көрінер қабағымнан. Білімдемін сыныңнан сүрінбеймін, жалын ұшқын шашады жанарымнан. Жеңіс маған құшағын ашар бүгін, демеймін, жаттандымын, жасандымын. Менің әкем Құрманғазы болған соң, біліне қоймас енді менің осы алдығым. 25-ші номерлі Базаркулова Фатима. Сәлем бердім баршаңа, бұл сайысқа бақсынап келіп тұрмын. Қобалжымай өзіме сеніп тұрмын. Сынақтардан мүдірмей өтемін деп маржан сөзді жүректен теріп тұрмын. Фатимамын Әли қызы әкем дара, болатұғын әр қашан бізге пана. Келесі кезекте 26-ші номерлі қатысушымыз Сандыбай Айзере. Қадірлей біле тұғын заманды шын, арқалы арда алашым аман басын. Айзеремін мақталған 3 жасынан, өн бойында өнермен күш тасыған. Номері 51-ші гимназияны шәкіртімін, қашанда қайырымды іске асығам. Жасым ғонда, жеңіске тым құштармын, қолым жетсе қиялмен күнді ұстармын. Маленькая мисс Ақтөбе боламын да, қатарынан табылам тұңғыштардың. Мектептің белсенді боп шарасында, би билеп ән айтам арасында. Ағылшынды меңгеріп келем қазір, мен жеңемін арулар таласында. Көп-көп рахмет. Келесі кезекте Зайнулла Асылжан. Өнер деген қиын жол ғой деген мен алдыңызға келіп тұрмын өнермен. Мен Зайнулла Асылжан Аслан қызы, баршаңызға сәлем берем көрермен. Білім атты гимназия мектебім мақтан етті, қанат етті бірге маған. Бриллиант модельдердің мекені, модель болсам арманыма жеткенім. Би билемей нәзік жаным тынбайды, домбыра шертсем далам тынып тыңдайды. Кітап оқып байытамын санамды, ал волейболмен әркез шындайды. Бұл сайыста жұлдыз болып жанайын, елдің ыстық ықыласын алайын. Болар бала биіктерге талпынар, ақ жол тілеп батанды бер ағайын. Көп-көп рахмет. Номері 28-ші қатысушымыз Ерболат Анель. Осы күнге дайындығым болды мықты. Мисс Ақтөбе атансам қандай құтты. Келіп тұр алдарыңызға Анель деген сайран қызы боламын мен қылықты. Біледі ел білім деген батыстағы, сол мектептің аруымын ерке дағы. Ана тілін сіңірген тәрбиелі, қазақ қызға лайықты мисс атағы. Кіші жүздің болам 9 руы, ата-анамның тұңғышы ерке аруы. Мүше жасқа жеттім 13 деген мисс Ақтөбе сайысының мен сұлуы. Көп-көп рахмет. Келесі кезекте Ділжан Айым. Біз қазақпыз қыздан көрген қызығын, мен сол батыр мәншік Әлияның ізімін. Атам берген батасын, әжем берген жүзігін. Алдарыңызда сұлу қыз Айым Нұрлан қызымын. Бизалық, ибалықты сақтаймын, қалайша мен баба жолдан аттаймын. Елдің ертең сұлуына айналып,
ата-анамның үміттерін ақтаймын. Ел халықты аударайын назарын, баршаңызға шуақ шашар ажарым. Тал бойымда өнер десең жетерлік, білім десең додаңыздан озамын. Баршаңызға менен тілек жолдасын, барлығы да бұл сайыстан жүлде алсын. Ал бас жүлдені қалай алам десеңіз, қыздарыңыз мына менен үлгі алсын. Тұрсын даймын алдарыңнан бақ күліп, мені алға жетелейді тәтті үміт. Жеңіс туын мен өзіме тілеймін, қалғандарыңа мен тілеймін сәттілік. Көп рахмет. Келесі кезекте 30-шы номерлі қатысушымыз Амангелді Мадина. Сәлем сөздің анасы деп қарайын, жалпы жұртпен амандасып алайын. Армысыздар құрбы құрдас әділ қазы алқасы, армысыздар өнер сүйер ағайын. Руым қара кесек кіші жүзден тараған, Тілеуберді лақа бабадан. Атам Амангелді, әкем Ерлан ат қойып, Мадина деп дана қызға балаған. Тұңғыш қызбын, дана қызбын дарамын, мен үлгілі, мен өнерлі баламын. Үлгі тұтам ақ әжемді өзіме, анамның да өнегесін аламын. Қарсыластар сәтті болсын қадамың, аянбаймын барды ортаға саламын. Намыс туын желбіретіп биікте, мен де бүгін бір жүлдені аламын. Мой род кара кесек из младшего джуза, Тлеуберды лака предки мои. Отец мой Ерлан и дед Амангелды назвали Мадиной, мудрой так кстати. Descended from Кшижис Каракисек из моей ой. Descended from Каракисек. Descended from Кшижис Каракисек из Келесі кезекте 31-ші номерлі қатысушымыз Нұржанова Адия. Сөз анасы, сәлемдер дана халқым, өмір бойы сыйлап өскен ата салтын. Сәлем бердім баршана, тыңдармандар, деніңіз сау, жүзіңіз болсын жарқын. Қыз өсіру, ата-ана, ізгі арманы, алдарына үмітпен келіп тұрған, қазағымның тарихын зерделеген, Адия атты қазақтың қызғалдағы. Әулетімнің еркелеген елігімін, жананамның арқа сүйер серігімін. Бас жүлдеге мен де бүгін таласайын, өзімнің күшімді мен аямайын. Бәріңізге сәттілік қарсыластар, осы менен сөзімді аяқтайын. Көп рахмет. Келесі кезекте Жұмабекова Аделия. Армысыздар өнер сүйер ағайын, алдыменен амандасып алайын. Жұмабекова Аделия мен боламын, қуанышқа бүлеп тұрар манайын. Асылдарым әкем менен анам бар, аға жеңге апам менен жездем бар. Ата тегім төрт қарадан тараған, ақ киізін ұрпағы деп санандар. Модель, биші, өнерлімін жан-жақты, армандарым биіктерге самғатты. Ал бүгінгі ең керемет байқауда қолдайықшы қазақ қызын намысын. 33-ші қатысушымыз Ділжан Айсезім. Ата-анам беріп тәлім мәдебім, тәрбиенің еккен бойға дәнегін, тал шыбықтай алдыңызда иілген, қабыл алшы қызымның бұл сәлемін, өнерімді паш етуге дайынмын, дауыл желге құламайтын қайынмын. Таныстырсам мен өзімді сіздерге, тегім Ділжан, Нұрлан қызы Айсезім. Лондон, Париж бұл қалаға жетер ме? Шынында рас қалатындай шетелде, бас қаладан көшіп келдім арнайы, Ақтөбедей бақтарған мекенге. Жақсылықты жаныма мен тоқимын, сауысқандай білімданды шоқимын. Қызылжар деп аталатын мектептің 4-ші А сыныбында оқимын. Танытпағам адамдарға жат қылық, жүрегімде ұя алатын тәтті үміт. Мис Ақтөбе сайысына түсетін аруларға мен тілеймін сәттілік. Құрметті көрермендер, келесі қатысушымыз Айжарықова Жұлдыз.
Жансын бүгін шыны менен бағымшын, бас иемін, өр сахнаны сағындым. 21-ші гимназияда білім алам бүгінде, Әл-Фараби атын алған ғалымның. 11 жасар аяулы қыз еркемін, өнерге мен қадам бастым ертетім. Айжарықова жұлдыз ару мен едім, жарқын болар өнер менен ертенім. Жол тартатын кейде нұрлы таңдардан, әр баланың жақсы өнерін аңғарған. Қазақстан Ақтөбе арнасында жүргізем, Еркетайды балаларға арналған. Айталамын шырқап бүгін асқақ ән, актрисамын, озып тұрмын басқадан. Бақытты баланың жүргізушісі едім мен, Димаш атты аяулы ағам бастаған. Келіп тұрмын жақсылардан бата алып, атым да жүр биіктерде аталып. Шын бұйырса атанамын мен бүгін, 5 жылдықтың ханшайымы атанып. Көп рахмет. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі барша қатысушыларымызға деген ыстық ықыластарыңыз болсын. Ана баласы байқауға қатысса, анасы тақымын қысады деген. Бүгін шынымен осы залда балалары үшін жүрегін түйіп, шыбын жанын шүбірекке түйіп отырған барша аяулы аналарымызға дегенде бір қошеметтеріңіз болсын. Құрметті көрермен, жаңа атап айтқандай, бүгін қаламыздың түкпір-түкпірінде үлкенді кішілі концерттер болып жатыр. Қаламызға құрметті қонақтарымыз келіп жатыр. Бүгін алғыс айту күні, адамның адамға алғыс айтатын күні. Ендеше баршаңызға, барша көрермендерге алғысым шексіз. Осы орайда біздің Ақтөбе қаласы талай бұлбұлмен дүлдүлді түлеткен ерекше мекен екені баршаңызға мәлім. Біздің жанеркеміз қазір ғана міне залға кірді. Бір 5 минут дайын боламын дегенше, мен бүгінгі қатысушыларымыздан кім көрермендер келіп отқанын анықтап алғым келіп тұр. Ендеше айқайлап, шулап, қатысушыларымызға шабыт беріп отырайық. Біздің бірінші номерлі қатысушымыз Тұрсын Жансаяның көрермендері бар ма екен? Керемет, керемет. Келесі кезекте Әбдірахман Іңкәр. Іңкәріміз шашасына шаң жұқтырмай, бір өзім байқаудан жеңіп шығамын деп келген секілді. Келесі кезекте Мұрат Аида. Келесі кезекте 4-ші номерлі қатысушымыз Қонақбай Әсем. Апа тұрып қолын көтеріп жатыр. Керемет. Келесі кезекте Жалмұхаметова Аниза. Рахмет, рахмет. Тілеуқабылова Байсылу. Арт орын алған екенсіздер. Келесі кезекте Қуанғалиева Қазна. Жанболат Дилназ. Самат Аружан. Амангелдин Әсем. Және де Әлімжан Айдай. Қандай керемет, қандай сұлу. Барлық фотосуреттермен келген. Келесі кезекте күн туған Шапағат. Қолғанатова Әдемі. Данияр қызы Айзере. Нажмадинова Ясмина. Қуанарова Әдемай. Байтлеу Зере. Нұржанова Медина. Керемет. Бейсен Ягмур. Гениятова Айлана. Айтуғанова Еркеназ. Және де қазір ортамызға қосылатын жанерке. Келесі кезекте Нұрболат Айша. Қанжабаева Жания. Базаркулова Фатима. Сандыбай Айзере. Зайнулла Асылжан. Енді азаматта барлығы электронны болып кеткен, үлгермей жатырмын. Зайнулла Асылжан. Ерболат Анель. Ділжан Айым.
Амангелді Мадина, Нұржанова Адия, Жұмабекова Аделия, Ділжан Айсезім, және де Айжарықова Жұлдыз. Көп рахмет. Олай болса, Жанеркеміз ортамызға қосылды. Қаланың абыройын облыс, республика көлемінде асқақтатып жүрген Жанеркені қарсы алыңыздар. Шын шуаққа бөлеп жүрген маңайын, биде билеп, әнмен шашқан арайын. Жанеркем Амантай қызы, мен болам, алды менен амандасып алайын. Сән саланың қалқы болғам тұнығында, жарна аманын тұрғам талай тұғырында. 5 жылдықты бағындырып биіктерде, қазағымды бәйге дейміз ханшайым атануға. Мектебім Әл-Фарабиде аталуда. Нөмірі 21-ші гимназияда алам білім. Мектепте тұрмын үздік қатарында. Жасым онда қосағам ерке етерме. Ағылшынды оқымаймын бекерге. Биіктерге бағындырып мен алда, қазағымды таныстырам шетелге. Ерке едім ата-анама мақпалдай. Бағдарлама жүргіземін ақтаңдай. Мен ханшайым атанамын бұйырса, қазақ қызы деген атқа дақ салмай. Барша қатысушыларымызға қошеметтеріңіз болсын тағы бір мәрте. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің басты серіктесіміз Қазақ ювелирі. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Біздің серіктестеріміз Алия Кошкидс, Күнеке Сабина, Таукан Кизет, Дади Кидс Ақтөбе, Бейм Кизет, Мадера Хум, Игрушки Нұрдаулет, Романтик, Дала Фрут және Чиз фотостудиясына тағы бір мәрте қол соғып қошеметтейік. Менің ойымша, бүгінгі байқауға қатысқан үміткерлердің бойында өнер тұнып тұрған секілді. Яғни, бүгін бұл сахнада күмбірлеген күйде, мұң бұрлаған биде, әуеленген әнде, тағылымды мәнде болады десеңші. Дәл солай, ендеше аруларымыздың өнерін бірге тамашалайық. Құрметті көрермен, дәл қазір өнер байқауы. Олай болса, бірінші номерлі қатысушымыз Тұрсын Жансаяны қарсы алыңыздар. Корольдің атымен бұйырамын, өтінемін, есікті ашыңыз. Ұлы мәртебелімнен келген жедел хат. Рахмет. Бұл не екен? Патша сарайынан келген шол хат. Патша сарайынан? Маған бері әкел, мен оқимын. Жоқ, мен оқимын. Мен оқиын. Әлі соғық кешіне шақыру. Жоғары мәртебелі ханзаданың құрметіне патша сарайы барлық асыл-текті қыздары қалмай келсін депті. Мен ғой ол? Менде ақ болар. Демек менің де баруыма болады ғой? Ханзада мен білемек қой тегі. Менімен билек көріңізші мәртебелім. Сыпыртыңды ұстай тұрыңызшы. Неге бармасқа? Мен де осы әулеттің бір мүшесімін ғой. Оның үстіне патшаның бұйрығы бүкіл асыл текті қыздар келсін деген жоқ па? Дұрыс айтасың. Сен бармағанда кім барсың ондай кешке? Егер жұмысыңды бітірсең. Үлгеремін. Көп рахмет, апатай. Күтетіңіздер. Қалай екен, жарасама? Апа, мына менің киімімді киіп алыпты ғой. Менің асыл моншақтарымды тағып алыпты ғой. Менікі ғой. Менікі ғой. Менікі. Қыздар, жүріңіздер, кешігіп қаламыз. Қайырлы түн.
Жоқ, көңілім қалды, ештеңе жұбатпайды. Үмітім сөнді. Шын айтасың ба, қалқам? Бұл әлде жай айта салған сөзің бе? Шын сөзім. Олай деме, қалқам. Қоя қой, жасыңды тый. Сауық кешіне мына түріңмен қалай бармақшысың? Сауық кеш, қалай бармақпын? Барғанда қандай? Бізге тездетпей болмайды. Сиқырдың өзіне де уақыт керек. Бір сиқырлы сөз керек. Қыбыр, жыбыр, сыбырла. Мұның бәрі уақытша. Мынаны түсін, қарағым. Сағат 12:00-ді соққанда сиқырдың күші қайтады. Рахмет, мұндайды түсінде де көрмеппін. Ғажайып түс көрдім, таңертеңнен бүгін. Ертегі әлемнің қызығында жүрдім, нұрына шомылдым бүгін. Жұлдыздай көркем, әлденеден екен. Құстары сөйлейді, бұлттары тербейді, мен оянып кеттім әттең. Ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Әлемдегінің ғажап түйін шертпедіңдер сендер. Көп рахмет. Келесі кезекте екінші номерлі қатысушымыз Әбдірахман Іңкәр. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да ақыламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағанын. Сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен өзіндей асылданмын. Таусылып, өз-өзінен шашылмағын. Байырғы берекенді қашылмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасына. Өзің кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бір арнап. Шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді. Аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың. Тербете бер, құба таудай иілген бесігіңді. Көп рахмет. Келесі кезекте Мұрат Аида.
көп рахмет. Келесі кезекте Қонақбай Әсем. Келесі кезекте Жолмұхамметова Аниза. Hiya, Bobby. Оған. You want to go for a ride? Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde rainbow girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky.
Рахмет. Келесі кезекте Тілеуғабылова Байсұлу. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of beauty, when you're near me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shining bright like a diamond. Bright like a diamond, bright like a diamond, bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Көп рахмет. Келесі кезекте 7-ші номерлі қатысушымыз Қуанғалиева Қазына. Өзіңсің шырқара сен мән дәуенім, бақытым сенен өзге бар ма менің, аналық махаббатым шексіз саған, бөлшегі жүрегімнің бал бөбегім. Сен қуанып күл балашым, Сен аман бол жыр анашым. жаралған бақыт үшін әлемдегі ешбір ана, ешбір бала мұңаймасын, жыламасын, мұңаймасын, жыламасын.
кезекте 8-ші номерлі қатысушымыз Жанболат Делназ. To the candy shop, I just lick the lollipop. Go girl, don't you stop. Keep going till you stop. Ella está abajo y se le vio el chistro. Lo más alto que mis ojos han visto. A mí tú eres un talent como los de TikTok. Tú eres un problema y yo los conflicto. Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el de todas sus amigas, ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos, sácate problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema. Көп рахмет. Келесі кезекте 9-ші номерлі қатысушымыз Самат Аружан.
Көп рахмет. Келесі кезекте 10-шы номерлі қатысушымыз Амангелдин Әсем. Көп рахмет. Келесі кезекте 11-ші номерлі қатысушымыз Әлімжан Айдай. Алмас Темірбай уақыттың қадірі. Әдемі сағат таңдайсың. Көресің ұстап әр қайсын. 10 сағат сатып алсаң да, уақыт сатып алмайсың. Ойлама, бәрін білем деп, шалқып та тасып жүрем деп. Уақыттың алтын қасына жұмсауың керек үнем деп. Айбының асып тұрса да, байлығың тасып тұрса да, уақыттың ақшаң қолдағы, ақшаңды босқа жұмсама. Жас болып мәңгі жүрмейсің, мәңгілік өмір сүрмейсің. Үнемдеп жұмса уақытты, бітейді ол қашан, білмейсің. Ішетін, жейтін, жатып ап, байқашы жұртты бақылап. Уақытша ғана нәрсеге уақытын жұмсап ақымақ. Дібірін сезіп алыстан, заманмен мынау жарысқан, уақытын дұрыс жұмсайтын адамдар, нағыз данышпан. Өмірін ойлап талайдың, тарихын зерттеп қараймын, бір күні босқа өтпепті, яссауи Шоқан Абайдың. Өмірдің мәнін ұғып ал, біліп ал, бәрін біліп ал. Қадірін білген уақыттың қазақтан шыққан ұлылар. Неге біз осы? Неге біз? Нәпсіге ғана ереміз, 5 уақыт намаз оқымай, 5 сағат кино көреміз. Өтірік сөзбен, өсекпен жастардың күні ай бұс өткен. Агентке кіріп көзесі бояна салып төсектен. 40 жыл шыдап күтмейлі. Бітпейтін нәрсе бітпейді. Ертеңгі күнді күтеміз, ал уақыт бізді күтпейді. Баса
Ажалың келсе өлерсің, қиямет күн көрерсің. Уақытты босқа өлтірсең, сол үшін жауап бересің. Өткізбе бекер күн айды, ұмытып кетпе Құдайды. Қарызға берген уақытың сұрайды ертең, сұрайды. Аспанда тұрған күн сағат, барлығын байқап тұр санап, кіресің мүмкін жұмаққа, сауапқа батсаң бір сағат. Ажалың келсе не дейсің, жұлдыздай ағып өтейсің, қара жер деген қосқа кіресің дағы кетейсің. Уақыт, қатал уақыт, тасты да тастар уатып, бұс өткен менің уақытым жанымды жатыр жылатып. Қазағым менің тұршама, қылармын қызмет бір саған, уақытым менің бақытым еліме арнап жұмсаған. Тыңдашы, шаршама, бір сөзім есте қалса да, айтам деп уақыт туралы, уақытым кетті қаншама. Мейірімі түсіп Құдайдың, болсаншы ұзақ жыл, ай, күн. Уақытын алсам бекерге, халқымнан кешірім Көп рахмет. Керемет. Келесі кезекте 12-ші номерлі қатысушымыз Күнтуған Шапағат. Балалар үйін терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырамын. Сол сырттан әлдекімді күтемін. Әлдекім дегенім мама, ол сенсің, білесің бе? Үнемі орындығымда осына келемін де сені күтіп отырамын. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көремін. Оны өзімнің анам екен деп артынан ере бергенінде сұлба ғайып болды. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп жылап та аламын. Білесің бе, мама, кеше мені тәрбіш апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырғанмын. Кенет сырттан жүзі жылу әйелдің бейнесін көрдім. Оны өзімнің анам екен деп, мені алып кетуге келген екен деп. Мама, мама, мен мұндамын, мама, деп айқалай бергенінде терезе алдындағы гүл жерге құлап қалды. Тәрбіш апай көріп қоймасыншы деп тез жинай бастағанында Тәрбіш апай келіп қалды да ұра жөнелді. Кешірші, апай, байқамай қалдым дегеніме қарамастан ұра берді. Сол апайын ұрған, мына жерім көгеріп ауырып барады, мама. Мен мына жетімдер үйіне қатты қиналып кеттім. Өтінемін, кел де алып кетші мені, мама. Уәде беремін, бұзық болмаймын, мама. Адам емес, хайуан да өз баласын қорғаштай береді емес пе? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегіме сене жалынып тұрып сұраймын. Менің анам жүрегіне теттей де болса, мейірім шуағын төкші. Сөйтсінде, ол мені мына тақыр қапастан құтқарсыншы. Осы тілегіңді қабыл алшы, Алла. Мама, мен сені сондай қатты сағындым, мама. Көп рахмет. Келесі кезекте 13-ші номерлі қатысушымыз Қолғанатова Әдемі. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай паптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпа. 5 дұшпаным білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Керемет. Келесі кезекте 14-ші номерлі қатысушымыз Данияр қызы Айзере.
Қошеметтеріңіз болсын. Келе ғой Айзере, келе ғой. Көмейіне бұлбұл құс ұя салған кішкентай Айзереміз сізге қазылар алқасынан өтініш түсіп жатыр. Дәл осы өлеңде бір шумағын жанды дауыста көрерменге айтып берсең. Қанекей, қол соғып қолдап қояйық. Ойлыды айнадайын ашық аспан, бақыты жұлдызымдай жымың қаққан. Секілді не бар тәтті бұл дүнияда, жарасқан екі жасқан махаббатым. Ай, десе бұл бақшадан, жүрекке болсаң деп тауып, құлақ басылық қылқа жап, бақыт әлі алдында. Деп сарайды ол маған. Көп рахмет. Жаныңды жақсы әуендер жандыратын, өнерпаздар өнерімен ән қылатын Айзере қызымыздың көмейінде әні көп, құлағыңның құрышын қандыратын деп қояйық. Керемет. Келесі кезекте 15-ші номерлі қатысушымыз Нажмадинова Ясмина. Қарсы алыңыздар. На нас мы живем здесь и сейчас. Если хочешь с нами начни. Клавишам мы идем как по нотам. Смело напиши. Будь самим собой, будь самим собой. Запускай бумажного змей и держи его крепко своей рукой. Пусть летит высоко, прямо к звездам скорей. За мечтой, за своей мечтой и за вышину. Кто-то за победу спешит, кто-то дома грустно спешит. Для тебя всего главней подниматься на волне. С нами окунись в эту жизнь. Клавишам мы идем как по нотам. Смело напиши. Будь самим собой, будь самим собой. Запускай бумажного змея и держи его крепко своей рукой. Пусть летит высоко, прямо к звездам скорей. За мечтой, за своей мечтой и за вышину. Запускаю бумажного змея и держи его крепко своей рукой. Пусть летит высоко, прямо к звездам скорей. За мечтой, за своей мечтой. Запускаю бумажного змея и держи его крепко своей рукой. Пусть летит высоко, прямо к звездам скорей. За мечтой, за своей мечтой и за вышину.
Көп рахмет. Келесі кезекте 16-шы номерлі қатысушымыз Қуанарова Әдемай. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. Dark. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Dark. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. Dark. And all this time I have been lying, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. Da-dee-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I can't take it anymore. Көп рахмет. Келесі кезекте 17-ші номерлі қатысушымыз Байтілеу Зере.
кезекте 18-ші номерлі қатысушымыз Нұржанова Медина. Көп рахмет. Келесі кезекте 19-шы номерлі қатысушымыз Бейсен Ямур. Қарсы алыңыздар. Қызғалдағымсың, жазирамының, даламның қызы. Ізгарманысың, әкемнен сыра, анамның қызы. Қасиет туған, елімнің сені жарқырап жанған. Үмітін ақтар, ақ жұлдызына баладың қызым.
келе өскен кезімді қызым, сен үшін болдым темірдей берік төсіндей қызым. Бесіктен салған аялап сені әжімнің қызым, өмірде қалған ізінде көрем өзінде қызым. Әкелер менен қыздардың шіркін арасындағы нәзік сезіммен ерекше мәңгі жарасымдағы. Бағымды бүгін бой сөзі тегер өспесе бұрын, біле алмайсың-ау өмірден сірә бағасындағы. Көп рахмет. Келесі кезекте 20-шы номерлі қатысушымыз Гениятова Айлана.